Каналыма қош келдіңіздер. Айлық жылы жорамал тауешкі мамыр айына. Мамыр айында козерогтар өз мақсаттарына тезірек жете алады. Күнтізбелік жылдың жартысы ғана аяқталса да, сіз Марстың ықпалының арқасында осы жолы жоспарланған барлық нәрсеге қол жеткізгеніңізді қалайсыз. Сіз өзіңізге де, басқаларға да қатал боласыз. Егер біреу сізге қарсы болса, бұл жағымсыз дауға келеді. Дегенмен, сіз өзіңіздің дұрыс екеніңізге өзіңізді сендіресіз және басқа пікірлерді естігіңіз келмейді. Прогрессиядан алшақтататын жалғыз нәрсе сіздің наразыңыздың болмауы. Артық энергияның арқасында сіз біраз уақыт отыра алмайсыз және бірінен екіншісіне ешбірін аяқтамай өтесіз. Қаржы. Түйсіктеріңізді тыңдаңыз және сізге сәйкес келетін мансапты іздеңіз. Өзіңізді бақытты емес жерде қалдырмаңыз. Осы айда сіз өмірден не қалайтыныңызды және соған қалай жетуге болатынын білесіз. Ай сайынғы жылы жорамалдардың сізді жұмыс орныңыздағы қоршаған ортаға назар аударуға және тез бейімделуге шақырады. Өзгерістер әрқашан кеңсеге енеді және сіз әрқашан дайын болуыңыз керек. Махаббат. Сүйіспеншілікке келгенде табиғи түрде интроверт козерогтар серіктестерінен үлкен қолдау және жылулық табады. Осылайша, ерлі-зайыптылар және ғашықтар жолда жолдастарына өте жақсы түсіністікпен қарайды және бұл оларға бақыт пен жақын тілектерге қатысты жеңілдік әкеледі. Жалғыздар, егер олар осылай шешсе, мамыр айында жалғыздықты артта қалдыра алады. Өйткені оларды таң қалдыратын өте нәзік және еліктіргіш адамдар кездеседі. Олардың көмегімен олар күш салу және өздерін соншалықты интроверсиядан босату арқылы алынатын артықшылықтарды түсінеді. Бұл оларға көмектеседі. Денсаулық. Үлкен мүмкіндіктердің арқасында сіз күнделікті өмірден шығасыз. 16 мамырдан бастап тілегіңіз қабыл болып, айналаңыз шаттыққа бөленеді. Жұлдыздар махаббатыңызды арттырады. Көктем мезгілі сауап сияқты сіз өткенге сызық сызып, тек болашақты ойлайсыз. Бұл айда сіз жасай алатын ең жақсы нәрсе мақсаттарыңызға назар аудару. Отбасы. Айдың басын тамаша және орындалатын серіктестік қарсы алады. Әріптесіңізбен сөйлесіңіз, диалог құрыңыз, сенімділігіңізді ашыңыз. Анық және шынайылықпен сіз мамыр айында қарым-қатынасыңыздың тыныштығын тексеретін талқылаудың ықтимал себептерін болдырмай аласыз. Дау-дамайға қарамастан бәрі азаятын сияқты, өйткені сіз өз көзқарасыңызды таң қалдырасыз. Әңгімелесіп талқылаған дұрыс, әйтпесе серіктесіңізден есту керек болады. Жұмыс. Артық энергияның кесірінен біраз отыра алмай, бір нәрсені аяқтамай, бір нәрседен екіншісіне ауысасыз. Марстың ықпалымен мамыр айы тәртіп пен ұйымшылдық рухында келеді. Мүмкін козерог шкафты жинап, ескі киімдерді тастау немесе шаңсорғышты сорып, көлікті жуу қажеттілігін сезетін шығар. Қысқасы, өміріңіздің барлық аспектілерін ретке келтіру үшін. Сіз кез келген бейберекетсіздікке тойтарыс бересіз және тазалық әрекеттеріңізбен айналаңыздағыларды шабыттандырасыз. Таза ортада жұмыс істегенде санаңыз жарқырап кететінін байқаған боларсыз. Мансап. Жұмыс берушілер басшыларының мақтауына ие болу мүмкін, ал кейбіреулеріне жаңа міндеттер жүктелу мүмкін. Жұмыс іздеп жүргендер үшін ай соңында жақсы жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар. Сіз қазір көп көңіл бөле отырып жұмыс істей аласыз. Қарым-қатынас. Мамыр айының басында жүрегіңізді махаббатқа ашудың тамаша мүмкіндіктері. Сонда қызғаныштан, бақталастықтан, күдіктен сақтану керек болады. Өзіңізге ұнайтын адамды басқаруға тырыспаңыз, бірақ әрқашан ашық және дұрыс көзқараста болыңыз. Кейде сенуге және ашуға тура келеді. Егер сіз осы
үй-жайлардан бастасаңыз, ары қарай не болуы мүмкін деп ойлайсыз? Осы тұрақсыз үй-жайларға негізделген оқиға қалай жалғасады деп ойлауыңыз мүмкін. Егер ешкім болмаса, пессимизмге тыйым салыңыз. Ақша. Көктегі жасару күтіп тұр. Кенеттен сізде қанша күш бар екенін түсінесіз. Сізде тамаша идеялар бар. Оның іскерлігі жұртты таң қалдырады. Денедегі жұмысты көбірек энергияның белгілі ғана емес. Қазір сіздің жеке бақытыңыздың уақыты. 14 қаңтардан бастап 2024 жылы романтикалық ұсыныстарға да сене аласыз. Айдың ортасында күтпеген оқиғаның нәтижесінде сіздің алдыңызда жаңа міндеттер пайда болады. Сіздің басыңызда жаңа жоспарлар туады, бірақ оларға жету үшін өзгерістер қажет болады. Одан былай өміріңізді бұрынғыға қарағанда саналы түрде өткізуге тура келуі мүмкін. Сонымен қатар, сіздің күнделікті өміріңіздің бір бөлігі болған нәрседен жүрегіңіз ауырып, бас тартуыңыз қажет болуы да мүмкін.